Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әртүрлі жанрдағы табиғат құбылысының көрінісі. Табиғат құбылысын бейнелейміз. Сабағымыздың мақсаты әр оқушы табиғат құбылысын бейнелейді, көркем жұмыстың әдіс тәсілін өзі таңдайды. Қазақ жерінің табиғаты тақырыбы бойынша сурет салу тәсілінің бейнесі көрсетіледі. Табиғат құбылысын бейнелейміз. Яғни табиғат құбылысы. Балалар, жылымызда қанша мезгіл бар? 4 мезгіл. Қандай? Қыс, жаз, күз. Дұрыс айтасыңдар. 4 мезгілде әр мезгілдің өзінің құбылыстар болады екен, балалар, табиғат құбылысы. Табиғат құбылысы деген қалай түсінеді балалар? Айналамыздағы жатқан Әр мезгілде әртүрлі құбылыс болады. Мысалы, алатын болсақ, қазір далада қыс, қыс мезгілінде қандай табиғат құбылысын байқаймыз? Жарайсың. Тағы қандай табиғат құбылысын білеміз? Қандай? Боран, жаңбыр, жел, жаңбыр. Өте жақсы балалар, табиғат құбылысын бәріміз біледі екенбіз, яғни суретшілер біздер қазір мысалы табиғат құбылысын бейнелеген кезде пейзаж жанрын ғана қолданбаған. Яғни әртүрлі жанрда табиғатты бейнелеген екен. Қандай жанр түрлерін білеміз? Айтамын. Натюрморт жанры өте дұрыс. Айтамын. Портрет жанры өте жақсы. Тұрмысты жанр өте жақсы. Пейзаж өте жақсы. Біз жанрдың бірнеше түрін біледі екенбіз. Жанр деген ол әр пәннің өзінің жанрлары болады екен. Яғни мен айтып отырғандай, суретшілер табиғатты бейнелегенде тек қана пейзаж жанрын қолданбаған. Мына жерде суретте мұқият қарасақ балалар, бұл жерде екі жанрды қолданған. Қай суретте қолданған балалар? Мұқият қараймыз. Мысалы, мына сурет, төртінші суретті алайықшы. Төртінші сурет. Бұл көрініп тұр ма? Бір шетінен бізде пейзаж, пейзаж. Ода екінші жанрымыз натюрморт, екі жанрды біріктіріп қолданған екен. Келесі міне өздерің айтып өткендей табиғат құбылыстарының түрлері. Енді біз осы табиғат құбылысын салар алдында біз қай жанрда салатынымызды ойланып алуымыз керек. Енді балалар, сендер осы табиғат құбылысының тақырыбында сендерге кішкене жұмбақ жасырып жүрсеңіз. Көтеріліп теңізден аспанға биік барамын. Биіктен қайта түскенде өңі кірер даланың. Кім айтады? Жаңбыр. Өте жақсы. Жаңбыр. Қара таудың басында киік кетіп барады. Қол аяғы бауырына тиіп кетіп барады. Жоқ. Тағы ойланайық балалар. Айтамын. Тұман. Өте жақсы. Тұман. Гүлдейді құлаққа. Оны ешкім көрмейді. Жел. Өте жақсы. Дұрыс айтасың. Айдаһар аузын ашса, арс етеді. Гауһары жерге түссе, жарқ етеді. Қырда қылыш шақылдайды. Жоқ. Тағы ойланайық. Найзағай. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Жаңбыр жауып басылды. Аспан шайдай ашылды. Қызыл сары жасылды. Көкте бір зат асылды. Кемпір болса, жарайсың. Өте дұрыс. Мамықтай жұмсақ болады. Ұстасам, қолың тоңады. Жауабы қар. Дұрыс айтасың. Аспанда айып доп. Жарқырайды жарық боп. Күн. Өте жақсы. Тамаша. Тоңғақты таниды, беті қолын қариды. жұмбақтың шешуі аяз. Өте жақсы балалар. Жұмбақтың шешуі. Біз осы жұмбақтың шешуін немен байланыстырып тұр бәрін? табиғат құбылыстар екен, балалар. Өте жақсы. Енді біз
табиғат құбылысының композициясын жасау үшін қандай тәсілді таңдайтынды ойламайық. Яғни сурет тәсілі бейнелеуге, сурет тәсілі, аралас тәсіл, монотипия, аппликация. Біз балалар сурет тәсілі мен монотипияны таңдайтын болса, бізде осындай құрал-жабдықтар қажет болады. Яғни акварельный краска, гуашь, фломастер, борлы бояу, түрлі түсті қалам қажет болады. Ал егерде аралас тәсіл мен аппликацияны тәсілін таңдайтын болса, бізде қайшы, түрлі түсті қағаз, желім, сызғыш, қалам, ермексаз және тағы басқа материалдар қажет болады. Яғни біз қазір табиғат құбылысының композициясын салмас бұрын пішімін анықтап аламыз. Оның пішімі әртүрлі болады. Шаршы, шеңбер, сопақша, көлденең, түс ерекшеліктері. Яғни біз оны композициямыздың таңдап алған жыл мезгіліне қарай таңдап аламыз. Мысалы, жыл мезгілі қыс, жаз деп жатамыз ғой, соған қарай біз жылы және суық түстерді таңдап алады екенбіз. Енді мына жерде суретке назар аударайық. Мына жерде өздерінің сияқты балалардың салған суреттері. Бірінші суретте пейзаж, өте дұрыс айтып, пейзаж жанры, ода жерді бейнелеген, өте керемет бейнелеген. Ал екінші суретте анималистік жанр, қарды бейнелеген. Бірақ анималистік жанр, өте жақсы. Келесі суретімізде, жерде сәл көрініп тұр, күннің батуын бейнелеген, қызғылт, сары түстермен ерекшелендіріп. Кейінгі суретімізде графика әдісімен бізде жаңбырдың жауып тұрғанын бейнелеген балалар. Енді балалар, енді бір сәт біздің бейне сабағымызға назар аударайық. Бейне сабағымызды қалай салу керектігін, табиғат құбылысын көрсетеді. Енді балалар біз табиғат құбылысын бастамас бұрын үлгі көрсетемін. Сол үлгіге қарап құрылысын, бірінші құрылымын салып аламыз. Суретіміздің қаламмен. Одан кейін құрылымын салып аламыз. Одан кейін барып біз оны түрлі түсті қаламмен таңдаған жанрымызға, тәсілімізге, түс ерекшелігіне байланысты біз оны бояймыз. Мысалы түрлі түсті қалам
гуашьты, борлы бояуды қолдансақ болады. Мына жерде қазақ елінің керемет бір тамаша табиғаты бейнеленген. Бұл табиғат құбылысы не деп ойлайсыңдар? Кемпір қосақ. Өте жақсы кемпір қосақ біздің табиғат құбылысымыз, яғни кемпір қосақ. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы.